Кесененің қираған үйінділерін қазу барысында күйдірілген кірпіштен жасалған алтын орданың стандарты деп аталатын қабырғалардың негізі және 14-15 ғасырлардағы көшпелі ақсүйектерді жерлеу негіздері табылды. Экспедиция жетекшісі Тимур Смағұловтың сөзінше, Сейлет өзенінің маңында алтын орда дәуірінде бұрын солтүстік Қазақстан мен батыс Сібірдің даласын мекендеген көшпенділердің ірі мәдени саяси және киелі орталығы орналасқан. Бұл туралы әлі зерттелмеген орта ғасырлық кесенелердің қирандылары қолөнер ғимаратының қалдықтары мен арықтар жүйесі түріндегі ежелгі ирригация мен су көтергіш тетіктер ыдыстарының олжалары куәландырады. Бұл археологиялық жаңалық отандық археология ғылымының көкжиегін кеңейтіп қана қоймай, солтүстік Қазақстанның тарихтағы орнын толтыруға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстың ғылыми және білім беру міндеттерінен басқа маңыздылығы алтын орданың көне ескерткіштерін сақтау жұмыстарында, дейді мамандар. Археологические раскопки. Бұл археологиялық жұмыстардың маңызы зор болғандықтан, қазба жұмыстары кезінде біз ғалымдармен бірлесіп солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қолдауымен туристік маршрутты құру және зерттелетін объектіні мұражайландыру жобасын әзірлеуге кірістік. Жаңа археологиялық табыстармен жасалған ашылымдар туралы толық ақпаратты зерттеушілер күзде карантин тоқталып, археологиялық жұмыстар қалпына келтірілгеннен кейін сынатын болады. Археологиялық жұмыстар аумағы шамамен 200 шаршы метрді құрайды. Индира Хатқызы, Первый Северный.